Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге Сырбай Мәуленовтың туғанына 100 жыл толуына арналған «Жыр тұлпары сыр сұңқары» атты виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Көрнекті ақын, Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Сырбай Мәуленовтың «Жұлдыз жүрек» атты өлеңдер жинағы 1985 жылы жазушы баспасында басылып шыққан. Туындының негізін өшпес ерлік өлеңдері құрайды. Алыс кетіп барамын. Бұл жинағына әр жылдарда жазылған, өлеңдері топтастырылған. Атамұра баспасынан 2003 жылы шыққан. Сыршыл, ақынның таңғы шықтай таза, өрнекті өлеңдері жыр сүйер қауымды бірден баурап алары анық. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Ақ түн таңдамалы өлеңдер 2003 жылы раритет баспасынан шыққан. Қазақ лирикасының классигі Сырбай Мәуленовтың сырбаз, сыршылдық пен сымбатты суреткерлік сиқырына бөленген бұл кітабына таңдамалы өлеңдер енді. Ақынның соғыс тақырыбындағы толғаныстары мен табиғат бояуларын өзекті еткен әрі қысқа, әрі нұсқа туындылары өмір тіршілік философиясын әдемі жеткізеді. Ақшамның қызыл қанаты жыр кітабы. Ақынның бұл кітабына кейінгі жылдары жазған жаңа туындылары енген. Ел мен жер тағдырын емірене толғаған. Сырбай Мәуленовтың 5 томдық шығармалар жинағын алғашқы кітабына 1938-1958 жылдары аралығында жазған өлеңдері енгізілді. Бұл отан соғысының қаһарлы күндерінде от кешкен жауынгер жырлары отанға деген жалынды сүйіспеншілікті, елге деген асыл сағынышты білдірсе, бейбіт күн бейнелері мен замандастардың жан сырлары бейнеленген. Өлеңдер оқырманына қайталанбас ғажайып сезімдер сыйлары анық. Сіздерді оқырман Сырбай Мәуленовтың шығармаларымен танысып, өлеңдерін оқуға шақырамыз.